Маған ондаған Феррари, 20 шақты қол сағаты мен бірнеше ұшақтың не қажеті бар? Қиын замандарды талай бастан өткердім. Егістікте жұмыс істедім, футболды жалаң аяқ ойнадым. Ал қазір өз халқыма көмектесе аламын. Мектептер, стадиондар салып, киім-кешек пен азық-түлікке жәрдемдесуге халім жетеді. Өмір маған сыйлаған дүниенің бір бөлшегі болса да, жұртымның пайдасына жарат деп ойлаймын. Міне, мен үшін расымен маңыздысы осы. Бірнеше жылдар бұрын футбол жанкүйерлерінің арасында Ливерпуль аңызы және Премьер-лигадағы ең табысты футболшылардың бірі өз жолдасына қалай әжетхана тазалауға көмектескендігі жайлы видеосы кең тарады. Артынша олар оның қолындағы әйнегі шытынаған ескі телефонды талқыға алды. Ал егер осы тақырыпты тереңірек қазсақ, мына бейнеролик неліктен бұлай аталғандығына жауап таба аласыздар. Садио Мане, Сенегал ойыншысы, Англия, Германия және Аустрия чемпионы. УЕФА чемпиондар лигасының жеңімпазы, Англия, Аустрия кубоктарының иегері, Африка халықтары кубогын еншілеген, құрлықтық әлем чемпионаты мен УЕФА суперкубогында жеңген, 2019 жылғы Африканың жыл ойыншысы. Садио Бамбали атты Сенегалдың оңтүстік аймағындағы кішігірім ауылдық жерде 1992 жылы дүниеге келген. Шамамен 2000-ға жуық адам өмір сүретін елді мекенде. Ерте бала шақта әкесінен айырылды. Сондықтан бала кезден туыстарына, отбасына көмектесу үшін егістікте жұмыс істеуіне тура келді. Оған тіпті өз іздерімен жүруді талап еткен. Кейінірек фирмаға орналасып, мұнда жер жыртып, футбол деген санасына да кіріп шықпады. Бұл жақта футбол жанбағыс әкелмейді деген түсінік болыпты. Мане болса осы бір ойынға ғашықтығын және бір мәнісі болатындығына кәміл сенімді еді. Әсіресе 2002 жылғы әлем чемпионатында Сенегал құрамасын көрсеткен нәтижесінен соң. Туысқандары Садионың арманына сенбегені былай тұрсын, оған футбол ойнауға қатаң тыйым салады. Бірақ балақай радикалды үкім жасайды. Үйінен қашып шығып, Сенегал астанасына қарай бет алады. Жергілікті командалардың бірінен қаралымнан өту үшін. Бұл жайттан хабардар тек досы болатын. Ол жолға кішігірім қарызға ақша берген. Алайда Манені іздегендер қысымынан соң қашқынның қайда кеткендігін айтып қояды. Садионың сөзінше сол сәтте анасы ұлының таңдауы расымен де шынайы екендігіне көз жетіпті. Және командаға ілігу мүмкіндігіне рұқсаттарын берген. Мұны ешқашан ұмытпаймын. Қазір бұл күлкілі естіледі. Қаралымға келген сәтімде жасы егде тартқан бір кісі болды. Маған құдды бір адасып келген баладай қарады. Былай деп сұрады: "Сен сынақтан өтуге келдің бе? Мына бәтіңкемен қараш оған, мұнымен қалай ойнамақсың?" Аяғымдағы расымен де өте нашар болатын. Жырым-жырым ескі. Артынша былай деді: "Мына шолақ шалбарыңда жарамайды." Мен қандай жағдаймен осында тап болғаным жайлы толық айтып бердім. Қалайтын тек ойнау, өзімді көрсету. Алаңға шыққанымда ол кісінің таңданыста болған түрін көрсеңіздер ғой. Бұл адам Женерацион фут клубының бапкері еді. Ойыннан соң Манеге жақындап, оны қабылдайтындығын айтады. "Сен менің командамда ойнайсың." Осылайша кейіпкеріміз Сенегалдағы үздік академиялардың біріне тап болады. Аталған клуб Францияның 2-ші дивизионымен тығыз байланысты және тұрақты түрде бұл жаққа өз тәрбиеленушілерін қаралымға аттандырып отыратын. Осындай ойындардың бірінде Мане 4 гол соқты. Француз скауттарына жігіттің табандылығы ұнайды. Метс футбол клубы осылайша Сенегалдық жұлдыздың арман жолындағы алғашқы қадамы болды. Өз жетістігі мен қазір қайда жүргендігін Мане телефон арқылы анасына айтқан сәтінде, ол "Сенбей, ақымақ болмаш, қайдағы Франция" дейді. Командалық фотосессия кезінде фотографқа жақындап, анасына көрсету үшін фото жасауын өтінеді. Бірақ оны жіберетін почтасы болмапты. Бұл оқиғаны дәл сол фотограф еске алып айтып берген. Ұялшақ балақайда жолына келгеннің барлығын алаңда жайпап өтуімен жадына сақтапты. Фото ақыры мекен-жайына жетті. Осыдан соң ғана ұлына деген анасының скепсисі сәлде болса бәсеңдеген екен. АПЛ жұлдызы атанып үлгерген сәтінде Мане жас жеткіншектерге былай деп кеңес айтады: "Егер де бір нәрсеге қол жеткізгіңіз келсе, диванда ұзақ мерзім жатпай, сабақ кезінде оңды-солды қыдырмай, әр күн сайын барыңызды салуыңыз қажет. Жайдан жай еш нәрсеге жете алмайсыз." Мұндай принципті Садионың өзі де ұстанды. Сенегалдық Франциядағы алғашқы күнінен ақ мүмкіндігін жібермеуге тырысты. 2,5 ай бойы ойыншыны шап аймағындағы жарақаты мазаласа да, оны ешкімге айтпаған. Қайтадан кері аттандыру мүмкін деген күмәнмен жанға батса да жаттығып жүрді. Жастар командасындағы бапкер сезіктеніп, ақыры Манеге барлығын мойындап айтып беруге тура келді. Мане жарақатпен жаттығып жүргендігін білу үшін 2 ай уақыт қажет болды. Өйткені ол ләм-мим демеді. Шап аймағындағы ауыр жарақатпен жүрген. Ем алу курсынан өттік. Осыдан соң ғана жағдай түзелді. Мұнда Маненің ойыны керемет болып, көзге таланты бірден түсті деп айтуға келе қоймас. Ол әріптестері жанында ерекше қырларымен бірден байқалада қоймады. Метс 3-ші дивизионға аттанса, Садио ендігі бағытын Аустриядан таңдайды. Бұл кейіпкеріміз үшін жақсы трамплин бола алды. Сәттілік формуласы қалай құрылған? Бұл күнделікті тынбай жаттығу және кішігірім бақ. Ең бастысы сәті келгенде бұған сенің дайын болуың. Садио дайын болды.
Қалай жолы болды дейсіз бе? Зальцбург Red Bull компаниясына тиесілі Еуропадағы соңғы 10 жылдықта даму қарқыны ерекше ұжымдардың бірі. 2012 жылдан бері команда әлемнің түкпір-түкпірінен талантты ойыншыларды іздеумен айналысады. Оларды дайындап, кейін ірі суммаға сату дегендей. Осы мақсатта қатарды толықтыру мүмкін әрбір ойыншыны жіті зерттейтін аналитиктер қызмет атқарады. Ал бапкерлері болса тартысты шабуылды футбол қойып, футболшылардың қабілетін өзгелерге барынша көрсетуге тырысады. Соңғы жылдары Зальцбургтың мұндай қадамы жаһан футболына көптеген жұлдыздарды ұсынды. Аустриялықтардың чемпионаттағы басты қарсыластары осындай жетістіктермен мақтан алмайды, бірақ олардың да жас таланттарды үнемі іздейтіндігін ескере кетейік. Ірі еуропалық турнирлерде өзін жақсы қырынан көрсетіп, Сенегалдық ағылшын премьер-лигасындағы ортанқол ұжым Саутгемптон назарын өзіне аударады. Дәл осы клубта шабуылшымыз АПЛ тарихындағы ең жылдам хэт-трик тіркеп, есімін бүкіл әлемге паш етеді. 3 гол соғу үшін оған бар жоғы 2 минут 56 секунд уақыт қажет болған. Келесі маусымда Ливерпульге қарсы 3 матчта 4 рет көзге түседі. Артынша қызылдар стадионы өз қатарына қосуға бел шеше кірісті. Кәсіби деңгейдегі 6 жылдық тынбай жаттығуы мүмкіндік сыйлаған 3 клуб. Енді міне әлемдік деңгейдегі клубпен келісімшарт. 2018 жылы ол Чемпиондар лигасындағы 11 ойында 8 гол соғады. Командасы турнирде топ жаруға шақ қалды. Бірақ мұны бағындыру келесі жылға қалыпты. Мане қалқан құлақты бастан асыра көтереді. Сондай-ақ маусым қорытындысы бойынша алтын допқа үміткер 4-тік қатарына енеді. Ол кезінде ешкім сенбеген бала арманын ақыры орындай алды. Енді футболшының жақындарына егістікте тер төкпесе де болады. Тамақ жағы да бұдан бұлай мәселе емес. Ливерпуль шабуылшысы ешқашан назар аудартқанды жаны қалайтындардың қатарынан болған емес. Бірақ Мане қалай жұлдыз атанды, оның футболдан тыс өмірінен сан түрлі үзінділер елдің көз алдында. Бұлардың барлығы жүректі тебірентіп, оны өзгелерден бір төбе етеді. Сынған телефонмен түскен қарапайым фото ғаламды таңдандырды. Журналистер жарияны ұнатпайтын стадионның өміріне қызығушылық танытып, біраз тың жайттарды тапты. Жасым 7-де еді, көшеде футбол ойнайтынмын. Туысқан ағам әкемнің көз жұмғандығын жеткізді. Мұның не нәрсе екендігін сол сәтте түсінбедім. Әкемнің асқазаны қатты ауыратын, бірақ ауылымызда бірде-бір аурухана болмады. Дәстүрлі ем арқылы шипа көрсетуге тура келді. Жағдай нашардай түскенде оны қаладағы медициналық бөлімшеге апарып үлгермедік. Трагедиялық оқиға стадионның жүрегіне тыртық салғандай. Сенегалдық енді өз ауылындағы балақайлардың осындай жайтқа ұшырамау үшін қолдан келгеннің барлығын жасауда. Туған жерінде емхана тұрғызып, біраз жомарттығын білдірді. Бұл елдегі ең үздік медициналық орталықтардың бірі. 34 елді мекен тұрғындарының пайдасына жарап отыр. Сондай-ақ мектеп, стадион, мешіт тұрғызған. Одан бөлек Мане қиын жағдайға тап болған жандарға барынша көмек қолын созуға тырысады. Әр ай сайын осындай отбасылардың әрқайсысына $70 таратады. Балалар футболын дамыту жағында ұмыт қалдырған емес. Жас бүлдіршіндерге футбол формалары мен спорттық саймандарды жеткізіп отырады. Кезінде өзі жасағандай бұл балақайларда үйлерін тастап, ел астанасына қашып кетпес үшін. Аталғандардан бөлек ол үнемі коронавирус, малярия, ВИЧ инфекцияларға қарсы күрес акцияларына қатысып тұрады. Өзгелер әлемде жақсы өмір сүруді іздесе, ол бұл әлемді жақсартуға тырысып жүр. Мане супер қаһарман тәрізді, жәрдем қажет кезде қасыңнан табылады. Африка халықтары кубогының 8-1 финалдық кезеңі матчынан соң миы шайқалды деген диагнозбен ауруханаға жеткізіледі. Жағдайы мәз емес. Осындай жағдайда бола тұра Мане адамгершілікті бір сәтке ұмытпады. Дәлізде қайғырып жүрген отбасыны байқап, не болып қалғандығын сұрайды. Белгілі болғандай, олардың баласын мотоцикл басып кетіпті. Денесі сынықтар мен жарақаттарға тола, өмірі құл үстінде, ал ата-анасы оның емі үшін ақша таба алмай әлек. Футболшы осы сәтте ойланбастан дереу барлық шығынды өз мойнына алды. Маненің қарапайымдылығы таңғалдырады. Ұлттық құрамалар ойыны кезінде ол қызметшілер персоналына су толы құтыларды жеткізуге көмектеседі. Садио құрама команданың автобусына шығып, өзімен бірге бірнеше қаптамаларды ала кетеді. Ұсақ түйек көрінер, алайда бұл сол адам жайлы біраз нәрсені айтып тұр. Пиар деп айтуға келе қоймайды. Мане оны ешқашан бірінші планға қойған емес. Ол өзін үнемі көлеңкеде ұстауға тырысады. Тағы бір жайт Ливерпуль жанкүйерімен байланысты. 2021 жылдың қарашасында арнайы бағдарлама аясында Садио жанкүйерімен бейне байланысқа шығады. Қызылдар фанатының таяуда атасы қайтыс болған екен. Мане одан егер гол соқсаң қалай тойлар ең деп сұрайды. Жасөспірім оған жымиып саусағын ерніне апарған күйі әуеге көтеріп, ата, бұл сен үшін дейді. Кристал Пэлас қақпасына гол соққаннан кейін шабуылшы өз уәдесін ұмытпай, дәл солай тойлайды. Мане өз қолдаушыларына үнемі адал. Бір күні фанаттар ұлттық құрама автобусын қоршауға алады. Ливерпуль жейдесіндегі жанкүйерлердің бірі стадиондан онымен естелік фото қалдыруын өтінеді. Футболшы алдымен командадан рұқсат сұрап, оны көлікке шақырады. Ал Африка кубогының жартылай финалы қарсаңында 50-ден астам жанды бақытты етті. Олар билет сатып ала алмаған еді. Мане жолдарына және ішке кіруіне ақша төледі. Мен мұсылманмын, күніне 5 рет сиынам. Мұны мешітте жасауға тырысам. Бір күні сол жаққа аттанып ганалық жақын досымды кездестірдім.
Оны намаздан соң шай ішуге шақырдым, бірақ ол бара алмайтындығын айтты. Жұмыс істеу керек екен, мешітті тазалау тиіс. Мен оған мұны бірге жасауды ұсындым. Сол сәтте біреу бейнеге түсіріп алыпты. Одан мен видеоны ғаламторға жүктемеуін өтінгем. Ол уәде етті, бірақ ертеңінде желіден байқап қалдым. Жарайды, ештеңе етпес. 2022 жылдың маусымында Мане ресми түрде Бавария ойыншысы ретінде таныстырылды. Неміс клубы сенегалдық үшін бар болғаны 32 миллион еуро жұмсады. Себебі ойыншының Ливерпульмен келісімшарты аяқталуына 1 жыл қалған. Дебютін шілде айында жасайды. Германия суперкубогы үшін Лейпцигке қарсы матчта дебютінде гол соқты. 2023-тің тамызында Сауд Арабиясының Әл-Насыр клубы онымен шартнама жасасты. Криштиану Роналду мен бір ұжымда доп тебуге мүмкіндік алды. Дебюттік ойынын Замалик ұжымына қарсы өткізсе, алғашқы голын мұндағы Әл-Иттифак командасына соғады. Ал Сенегал құрамасына дебютін 19 жасында өткізді. Мэтсте жүрген кезеңінде 2012 жылы Мароккоға қарсы жолдастық кездесуде алаңға шығады. Мұнда нәтижелі паспен көзге түседі. 2019 жылы Мысырда өткен Африка халықтары кубогінде күміс жүлде тақса, араға 2 жыл сап Камерунда құрамасымен Африка чемпионы атанды. Финалда Ливерпульдегі командаласы Мохамед Салахты пенальти сериясында сүріндіреді. 2022 жылғы Катар мундиалына қатысуы тиіс еді. Шақыртылған ойыншылар тізімінде болған әлбетте. Бірақ жарақатына байланысты ойыншымыз өкінішке орай қатыса алмады турнирге. Сенегал топтан шыққанымен 8-ден 1-де Англияға қарсы шара таныта алмады. 3-0. Өз талантымен темірдей тәртіп арқасында Садио әлемдік футболда биік шыңға жете алды. Бұл тек өз тұрмысын жақсартуға мүмкіндік бермей, өзге де жандардың өмірін өзгертуге сеп болды. Ақша мен мадақ оны еш өзгертпеді. Оған ешқандай да әспеттеу қажет емес. Ол онсыз да халық қаһарманы, жанашыры, мақтанышы, үлгі боларлық тұлға, жетістік кілті, сенім, еңбек және сабырлық. Тағдыр саған мүмкіндік берсе, сен қайдан екендігіңді ұмытпағаның жөн. Әрқашан сізді кім тәрбиелеп, кім адам етті, осыны жадыдан шығармаған жөн. Оның оқиғасы нағыз чемпион оқиғасы.